Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сіздермен бірге біз айтсақ хабары. Бүгін біздің қонағымыз Казталов ауданы әкімінің орынбасары Мәжитова Зәйлім Исатайқызы. Қош келдіңіз. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласы жарық көргеніне 4 жыл өтті. Осы 4 жылдың ішінде біраз іс атқарылды. Bir қызығы 2017 жылы бұл бағдарлама жарық көрсе де, сіздің аудан бұл іске 2009 жылы кірісіпті, біраз уақыт бұрын. Жалпы осындай бір игі іске елден бұрын кірісуге не себеп болды? Енді елбасының сол болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы 17 жылдың 12 сәуірінде жарияланды ғой. Оның халықтың арасында терең талқыланды. Сонда бұл мақала бізге өте етене жақын болды. Себебі бұл мақаланың өзі 6 бағыттан тұрады. Соның ішінде мына туған жер арнайы жобаларының аясы біздің ауданда 2009 жылы жүзеге асып жатыр уже. Сол жылдары не себеп болды дегенде, ол деген мына мектеп бітірген түлектердің өзінің кіндік қаны тамған туған жерге деген іңкәрлік сезім, сол туған жерге деген махаббаттан туындаған жұмыс бұл деген. Содан бастау алды. Сол деген шеңбері кеңіп, басқаларға үлгі болып, сол қазір ауданымызда 16 ауылдық округ, 48 елді мекенінде де қазір қызу жүріп жатыр деп айтсам болады. Яғни сол түлектердің туып өскен мектебіме, ауылыма бір перзенттік парызын өтейін деп дұрыс айтасыз. Сол мектеп бітірген түлектердің сол ауылға, ауылым көркейсін, ауылым дамысын деген сондай бір перзенттік жүректеріндегі ыстық сезімнің бұл жемісі деп айтуымыз керек. Ал енді адам баласы қоғамда осылай болып қалыптасу үшін оған бірнеше факторлар әсер етеді. Адамды тәрбиелеп шығаруға. Оған әрине бірінші отбасындағы тәрбие деп есептеймін. Екінші ол мектептегі ұстаздардың еңбегі. Үшінші қоғам орта. Сол тәрбиелеп, сол қаражатқа, мысалы 1969 жылғы түлектер 2009 жылы мәдениет үйінің алдына 3 миллион 600 мыңға арбат жасады. Сол қаражатты әр мектеп бітірген түлек өзінің қалтасына қалдырып, немесе өзінің отбасына жұмсаса да артық етпеседі. Солардың барлығын біріктірген бір мақсат, бір мүдде, ол сол туған жерге деген махаббат, сол жерге деген ықылас сезім деп есептеймін. Жалпы Казталов ауданы рухани жаңғыру бағдарламасын бұрын бастағанымен қазірдің өзінде де бағдарлама іске асып жатқалы бері облыс бойынша алдыңғы орында екен. Көрсеткіштер бойынша жалпы ауданның осылай абыройын асқақтатуға бір кездегі мектеп түлектері қазіргі меценаттар есеп болатын шығар, ауылына туған жерін осылай қолдау көрсеткеннен кейін. Жалпы олардың еңбегі зор екен. 2009 бен 2017 жылға дейін бізде 65 жоба жүзеге асты. Аудан бойынша бізде 150 миллионның 65 жобасы жүзеге асып кетті. Сол жаңағы бастаманы айттық қой, 69 жылғы түлектердің бастамасы, игі бастама, ұлы бастама деп айтуға болады. Содан кең оборот алып, былай қарағанда қазір шеңбері кеңіп, қазір мықты қызу жүріп жатыр деп айта аламын мен деген. Енді жобалардың көлеміне қарай айтатын болсақ, ірі жобаларымыз да бар. Әр нәрсе өзінің енді жағдайына қарай жасалынады ғой, қаражатқа байланысты оның барлығы да. Бірақ үлкен мен кіші деп айта алмаймын бұл жерде. Себебі ол кішкентай жоба болғанмен оның ар жағында үлкен жүрек тұр, үлкен ынта тұр, үлкен махаббат тұр елге деген. Сондықтан олардың асырған жобаларының барлығы да біздер үшін өте ыстық. Ең ішіндегі үлкен жоба деп мен айтатын болса, мысалы да көлемі жағынан ол деген мына фельдшерлік акушерлік пункттардың салыну еді. Және сол эстафета сияқты бір ауылдық округтан екінші ауылдық округ қабылдап алып, қай жерде жаңағы дәрігерлік пункттардың барлығы тозығы жетіп тұрған болса, жаңағы апатты жағдайда болса, сол жерден жаңағы қайтадан бой көтеруі осы меценаттардың көмегімен. Соған негіз болған Сарқұдық ауылының азаматы Жолдыбаев Нұрлыбай деген азамат, атымтай азамат, жомарт азамат деп айтамыз біздер. Сол өзінің ауылына бірінші рет, алғаш рет фельдшерлік акушерлік пункт салды. Ол тәуелсіздіктің 25 жылдығында еді. Өзі салып беріп тарту еткен. Содан кейін келесі жылы Бірік ауылдық округдан,
Сыралиевтар, ағайынды Сыралиевтар отбасы салып берді. Одан кейін Ақпатер ауылдық округында Хасанов Самат Хамзаұлы деген азамат салып берді. Аудандық маслихаттың депутаты 4-ші салған бізде Жаңажол ауылдық округында да Есенгалиев Рауан деген азаматымыз осылай салып берді. Сол жалғасын әлі де табады деп мен ойлаймын. Үлкен жобалар, осындай жобалар. Қала берді, мен көп естімеймін. Басқа жерлерде мысалы мектеп салды дегенді, меценаттардың көмегімен. Ауылдық клуб салды бізде, сатып алды. Көктерек ауылдық округына қарасты 10 миллион қаражатқа ауылдың шаруа қожалықтары, қарапайым тұрғындары барлығы бірігіп, жаңағы ауылдық клуб салып алды. Әрине, ол ауылдық клуб міндетті түрде керек, ол мәдени ошақ. Бұрын ауылда клуб болған жоқ. Бұрын болып, одан кейін ол құлаған, содан кейін клуб жоқ еді. Мектептің жаңағы бір кабинетінде өтетін еді мәдени шаралар, сосын өздері бастама көтеріп, сокен қазір клуб салып алып, оған әрине жергілікті атқарушы органда қол ұшын беріп көмектестік. Олар ғимаратты салып берсе, біздер соның ішіне оборудование, жаңағы қажетті құрал жабдықтарымен, әлдер жетпеген, тағы неге әлдер жетпеді, оны біздер көмектесіп, керемет қазір клуб жұмыс істеп тұр. Ал мектеп салған дегенді, ол енді шынайы бір үлкен оқиға болды біз үшін. Мына Талдапан ауылдық округының Қосабай елді мекені бар. Ол жерде малмен отырады халық, мал өсіреді. Вот сол жерде бастауыш мектеп. Бала санында өсім бар, бірақ мектеп жаңағы апатты жағдайға жақындап тұр еді. Соны өздері бірігіп, керемет қазір мектеп салып алды. Жарқырап тұр қазір олда. Шағын орталықты салып алды, Болашақ ауылдық округында Мирон елді мекенінде де мектеп директоры бастама көтеріп, Кеңес деген азамат, соған бәрі қолдап, шағын жаңа балабақша жоқ ол жерде, елді мекен ғой енді, бірақ шағын орталықты да өздері салып алды. Міне сондай бір игі бастама қазір жақсы дамып жатыр ауданымызда, жүріп жатыр деп айта аламыз. Үлкен іс атқарылған екен, енді жалпы алда уақытта жоспарларыңыз қандай? Енді келесі жылғы мектеп түлектері сіздерге қалай көмектесеміз деп жатыр? Қазір мінекей былай, мысалы мектеп түлектері бізде ауданда бір жағдай жақсы қалыптасқан, өзі дамып, сол жолмен, сара жолмен келе жатырған. Біздерде мамыр айында барлық мектептің базасында мектеп түлектерінің кездесу форумы өтеді. Ол 30 жылғы, 50 жылғы, 40, 45, 30, 20, 10 жыл, 5 жылдан басталады, содан түлектер кездеседі. Сол жерде елге жаңағы өздерінің көмегін ұсынып, жаңағы жобалар жүзеге асырады. Бірақ ол жұмыс аяқ астынан әрине жүзеге асып кетуі қиын. Сондықтан қазір бізде мынандай жоспарларымыз бар. Әр ауылдық округ әкімдеріне мынандай тапсырма берген болатынбыз. Жалпы ауыл халқымен бірлесе отырып, ақылдасып, ең бірінші ауылда бірінші кезекте не қажет ауылға? Ойын алаңы ма, спорт алаңдары ма, бокс залы ма, нені дамытқыларыңыз келеді? Соның сіздер алға даму жоспарын жасаңыздар алдағы 5 жылға. Сосын соның шамамен құны қаншаға шығады. Сондай альбом жасап, мектеп түлектері келді, мысалы Алматыдан келіп 1-2 түлек сондай белсенді келіп, аудан әкіміне кіріп, осы ауылға не керек дегенде, әрине ауылдық округ әкімдерінің жұмысы бастан асады. Сонда альбомды алдына ұсынып, міне біздер осындай жұмыстар біз ауылға күні бүгін қажет деп, соның ішінен өздері таңдау жасаса, қайсысы керек? Соған оның көлеміне қарай, қазақ айтады ғой, көрпеңе қарай көсіл деп. Сол өзінің көлеміне қарай олар соны жүзеге асырса деп, біздер қазір сондай тапсырма беріп жұмыстанып жатыр. Сол форум барлық мектептің базасында өтетін өзінің ізін қалдырады. Олар ауылға келіп, ауылдың ауасын жұтып, өздерінің сағынып келген, аңсап келген өзінің ауылының күні бүгінгі тіршілігін көріп, қуанып, немесе тағы да осындай нәрселерді жүзеге асырсақ деп олар жоспармен кетеді. Қазір мысалы маған да өзіме де шығып сұрап жатады, әртүрлі жылғы мектеп түлектері, ауылға біздер не істесек екен? Бір бәсекелестік пайда болды. Түлектердің арасында жақсы түрі. Мінекей, не жасасақ екен? Алғы 20 жылдықтар мынандай жасаса, біздер не істесек екен деген бір бәсекелестік пайда болды. Не істесек екен деп бірінен бірі асып түскісі келіп жатыр. Соған қарап отырып қуанасың, әрине. Бұл енді ауыл әкімдері үшін жақсы болған шығар, өйткені олардың бюджеті жоқ, иә, ауданға телміреді, аудан облысқа қарайды дегендей жоғарыдан бір үлкен орта қазан сияқты есептесек енді жете бермейді. Бюджеттері 4-ші деңгейде ғой, енді олардың салықтарынан өздеріне өтеді. Дегенмен де мына ауылдың өсіп өркендеуіне осы түлектердің тартуы үлкен күш беріп отыр. Үлкен өзінің септігін тигізіп отыр. Ана қазақтың ақыны Қалқаман Сариннің мынандай өлең жолында айтады ғой, жақсылық жасасаң ауылыңа жаса,
жәудіреп қалған жас шағың, барғанда сені бауырына баса, бақытқа бөлер басқа кім дейді. Ауылға қай адамды аңсап келеді. Аңсап келеді, аз келгенде олар сол жердің гүлденіп, өсіп, өркендеп тұрған жақсы көреді. Соған өздері үлес қосып жатыр. Басқа соңғысында белгілі айтыс ақыны Бауыржан Шермедин де өлең бар. Ауылға барсаң көлігімен мақтанып барма, енді жолма-жол есімде жоқ. Кіндік қаны тамған жерге, кіндік қаны тамған жерге адамның маңдай теріде таму керек дегені, сіңу керек дегені сол Бауыржанның сөзі ғой, дұрыс айтасыз. Енді жалпы осылай қолдау көрсетіп жүрген жерлестеріңізді өздеріңіз қалай қолдап отырасыздар? Міндетті түрде оны біздер былай енді жаңа тарту жасайды ғой. Ол сол ашылу рәсіміне біздер қатысамыз. Аудан әкімі, маслихат хатшысы, қайсымыз болса да барып сол уақыт тауып қатысуға тырысамыз. Әрине олар сондай шабытпен, сондай іңкәрлік сезіммен бізге ұсынып отырғанда біздер қатыспай қалсақ, ол біз үшін сын. Барып біздер алғысымызды айтуымыз керек. Ол оларға алдағы жылда тағы да бір жоспарлар құруға өзінің септігін тигізеді деп есептеймін. Сонымен қатар, мінекей ертең 15 күн ауданымызда өтейін деп жатыр, Жомарт жүрек 2021 деген. Ол бізде дәстүрлі түрде өтіп келеді жыл сайын. Сол жерде біздер бәрін қорытындылаймыз. Кинолар түсіріліп жатыр. Әр жобаның құнын шығарып, неше адам қатысты, қай айда жүзеге асты, суреттермен түгел көрсетіп, арнайы статуэтка беріп, сол жерде біздер оларды үлкен шеру жасап марапаттаймыз. Жомарт жүрек деген анамыз бар. Жыл меценаты деген бізде арнайы өздеріміздің жобаларымыз бар. Еңбек еткен адамдарды бізде қолымыздан келгенше тырысып, халықтың алдына шығарып, алғысымызды айтқымыз келіп жатыр. Мұнда еңбек елену керек қой. Әрине елену керек. Әр еңбекті. Адамның еңбегін көре білу, ол кісіліктің белгісі. Оны біз көре білуіміз керек. Енді олар жасап берді, ал енді оны сақтау деген мәселесі бар. Да, оны да ұстап тұру керек. Оған уже жергілікті мына тұрғындар атсалысу керек. Әрбір сол ауылдың азаматы сол қай жылғы түлек жасап кетті, сол жасалған нысанды немесе жаңағы бұйымды біздер дұрыстап ұстап тұру, ол енді біздің міндетіміз былай қарағанда. Баланс қалуда, әрине, балансқа алуға да, сосын оны ары қарай ұстап тұруда, ол енді бізге істеп берген нәрсені әр жағында күтіп ұстамасақ, ол елге сын болады. Енді сол себептен мына мектеп оқушыларымен қазір оқу жылының ішінде мына 9 ай оқиды ғой мектеп оқушылары, соның аясында осындай меценаттармен, осындай мектеп бітірген түлектермен мына мектеп жасындағы оқушылармен кездесу ұйымдастыру керек. Олардың қазірден бастап біздер мына құлағына осыны сіңіруіміз керек. Міне, ауылың көркейіп жатыр. Ол тек қана бюджеттен емес, мынандай азаматтардың еңбегімен соны көрген бала, ертең олар да өседі. Олар да мектеп бітіреді. Сонда мен де қазірден бастап олар ойланады. Мен ертең мектеп бітіргенде осы ауылыма не істеймін деген сияқты ой туындауы заңдылық деп есептеймін. Бәрекелді. Жалпы енді елбасы ұлы даланың жеті қыры мақаласында жалпы Қызғалдақтың отаны осы өзіміздің Қазақстан екенін айтып өтті. Енді бұл ретте сіздің Қайыңды ауылында Қызғалдақ фестивалі өтеді. Жалпы бұл фестивальдің басталуы не түрткі болды? Қалай қазір жүргізіп жатыр? Өте жақсы сұрақ. Ұлы даланың жеті қыры. Соның ішінде мына қазақ даласының алмасы мен қызғалдағына ерекше мән берген. Біздің бір бағымыз болар. Біздің 16 ауылдық округтың ішінде Қайыңды ауылдық округында қызғалдақ алқабы деген бар. 500 гектар жерді алып жатыр. Сол жерде қызғалдақ өседі. Сол жерде тек қызғалдақ өседі. Ол жерді ол жердің әсерін сезіну үшін барып көру керек деп ойлаймын деген. Мына шырен қызғалдағының 11 түрі өседі. Түсі бар, 11 түсі. Қарап отырсаң, даже мықты суретшілердің бір салған суретінде болып шығады ана қызғалдақтар шыққанда. Етегінде өзінің бір жиегі бар. Әдемі түстердің бір мына радужный цвета дейміз, орысша айтқанда, қазақша мына кемпір қосақтың түстеріндей ақпен басталып, жоғары жағы қызарып кететін. Немесе мына күлгіл түсті болып келіп, потом күреңге айналатын түрлері бар. Мен бұрын ондайды көрмеп едік. Осы мына қызғалдақты Қайындыға барғанда біздер соны көріп, енді сол жер былай қарағанда ұлы даланың жеті қырында айтылып кеткендей дәл, ол жерді біздің мақтанышымыз. Ол жер бізді енді болашақта қорық сияқты жасап, ол жерде қызғалдақты жұлуға болмайды. Осы жерді бір табиғаттың бізге сыйлаған бір көктем кезіндегі, ол да ұзақ қыз ғұмыр дейді ғой, қызғалдақты қыз ғұмыр дейді. Ұзаққа созылмайды, бір әрі кетсе 10 күн
гүлдеп тұрады. Сол 10 күнде үлгеріп қарау керек, сол кезде үлгеріп қарауымыз керек. Ол енді майдың 2 мен 7-нің аралығында болады. Енді табиғатқа байланысты қыс ерте шығып жатса, көктем ерте шығып жатса, ерте гүлдейді деген сияқты. Енді этнофестиваль өткіздік, ол кезде енді үлкен жұмыстар атқарылды. Қазір мына қала әкімі Шыныбеков Абат Абайұлының бастамасымен үлкен шаралар сол жерде өткіздік 2 жыл қатар. Себебі андай сұлулықты халық көру керек. Анандай сұлулықты. Келушілер көп пе? Қанша дегенмен Казталов ауданы біраз шақырым шалғайда. 2000-ға жуық халық жиналды ғой, біздер ана фестивальді өткізгенде. Жан-жақтан фестивальді өткізгенде. Бұл жерде этномәдени қызғалдақ фестиваль деп атағанымыз біздің деген мына салт дәстүрімізді түйіндеу. Соны парақтау. Жаңа оған қатыспаған адам жоқ. Кішкентай балдардан бастап, бесіктегі балдардан бастап, сәбиді де себебі бесікке салу рәсімдерінің түрлерін көрсетті жаңағы. Себебі басқа салт дәстүрлерді, әсіресе ұмыт болып бара жатырған салт дәстүрлерді сол далада отырып, сол алқапта отырып, насихаттап көрсеттік біздер. Қала берді жаңағы экологиялық сол жерде біздер оқушылардың арасынан, зерттеушілерімізден жаңағы қызғалдақтың бүкіл тарихына тоқтап шықтық. Аңыздарына тоқталдық. Халық даламызда қандай аңыздар болған осы қызғалдаққа қатысты. Әрбір қызғалдақтың ерекшелігін, оның тамырының қандай тереңдікке кететінін, соның барлығын, ұлттық спорт түрлерін, барлығын сол жерде біздер бір 2 күндік үлкен шара етіп өткіземіз. 2 рет өткіздік, одан кейін мына пандемия басылып болып, қазір енді кішкене шектеп отырмыз. Бәрекелді, сізге сәттілік. Енді осыған дейін сұхбаттасқан жандардың бірі, жалпы рухани жаңғыру дегеніміз, бұл ауылға көше көпір салып берумен шектелмейді. Ол әр адамның бір ойында, санасында болатын бір өзгеріс, өткеніне көз жүгіртіп, қазіргі жеткен деңгейін сараптап, бір жаңаша жаңғыру деп түсіндірді. Бұл туралы ойыңыз қандай? Келісесіз бе, келіспейсіз бе? Көше көпір салып берумен шектелмейді дейді. Ол деген барлығы да рухани жаңғыруға жатады, осының барлығы. Енді ол санадағы жаңғыру деген ол 1-2 жылда жүзеге асатын нәрсе емес. Оған жылдар керек. Бірақ мұз қозғалды. Сен қозғалды. Себебі жақсы жұмыстар жүріп жатыр қазір. Міне осы музейдің ашылуының көзі рухани жаңғыру музей бұрын болған жоқ қой. Міне осының ашылуы осы мақаладан кейін туындаған нәрсе ғой, былай қарағанда. Ауылдық жерлерде бұл бағытта жұмыстар. Енді жаңа 6 бағытында біздер қамту жұмыстар жасап жатырмыз. Ол мысалы сол жаңағы көше салған немесе жаңағы нысандар салып берген, ол қалай рухани жаңғыру болмайды? Ол енді санадағы өзгеріс қой. Бұрындарда мектеп бітірген түлектер кездесті ғой. Кездескенде қалай болатын еді? Бары мектепке келеді, кездеседі, отырған класстарына кіреді, барып құттықтайды, содан кейін қай мейрамханаға барамыз деп барлығы немесе табиғат аясына кететін еді. Қазір бірінші кезекте ауылға не істейміз деп тұрғанның өзі, ауылға қандай тарту жасаймыз деп тұрғанның өзі, бұл міне рухани санадағы өзгеріс. Мына рухани жаңғыру деп осыны айтуымыз керек. Жалпы енді осы бағдарлама бойынша біраз жұмыстар атқарылды, әлі де істеліп жатыр, әлі де істеледі ғой. Енді дегенмен де сіздің ойыңызша қалай? Жалпы осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жұмыстарды белгілі бір көрсеткіштермен өлшейді ма? Мысалы, осы бағдарламаға дейін біздің жаңа ойлау межеміз, санамыз осындай деңгейде, енді осыдан кейін қазір 3-4 жылдан кейін осындай биікке көтерілді. Әрине болады. Әрине болады. Ол үшін қызу жұмыс жүру керек. Мына ақпараттық топтардың жұмысы жандану керек. Үкіметтік емес ұйымдардың жұмысы жандану керек. Бұған барлық адам атсалысу керек. Ол тек қана жергілікті атқарушы органның айтуымен жүрмеу керек. Ол біздің жүрегімізден шығуымыз керек. Ол сонда ғана біздер айта аламыз. Мінекей 17 жылы осы мақала шыққанда елдегі жағдай мынандай еді. Мінекей қазір 10 жыл өтті, 15 жыл өтті. Қандай деңгейге біз көтерілдік деп мен мысалы салыстырып айта аламын. Мысалы 2009 жылы ең алғаш салынған сон Арбат едісіздер де. Содан кейін осы жерде бір ойыма тағы бір мәселе оралып отыр. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы болды ғой. 5 жыл. Артқа қарағанда 5 жыл бұрын. Мінекей сол кезде біздер ауданда өзіміз үлкен жоспар жасадық. Ол кезде аудан әкімі Бекқайыр Нұрлан Мағазұлы деген болады, идеологияда енді өзім. Сонда 25 жылдыққа 25 игі істеп, барлық ақпараттық топпен каждый ауыл округқа барып, бірге отырып талқылап түсіндірдік. Ол қалай істейміз? Міне 25 жылдық келе жатыр. Бюджетіміз өзімізге белгілі. Ал елге бір тарту жасайық. Кімдер бар? Ойланып қалып, содан 25 игі ісіміз жылдың аяғында 34-пен қорытындылағанбыз біздер жылды. 25 емес, 34. Асып кетті.
Да, асып кетті. 9 жобаға 34-пен біздер аяқтадық. Тәуелсіздіктің 35 жылдан дайын болады сияқты. Өте тамаша тартулар биыл да болды біздерде, келесі жылда болады. Қазір уже мектеп бітірген түлектер қаражаттарын өздері жинап, зарплаттарынан бір бөлігін уже салып, ішінен белсенділерін өздері тағайындап, қызу талқылау жүріп жатыр. Ертең біздерде мына мамырдың ішінде ауданымызда үлкен қозғалыстар жүріп жатады. Ол тек қана мамырда ғана бізге табыстап кетпейді, ол жаз бойында да жүріп жатады. Жаз бойы жүреді, біздер күзде оның жемісін көреміз. Сосын мына желтоқсанда жылды қорытындылағанда 14-15-терінде біздер жылды қорытындылаймыз. Биыл да қорытындылаймыз. Келіп қатысуыңызға болады біздің шарамызға. Мәдениет үйінде 15 күні сағат 5-те өткізейік деп отыр. Биыл қандай жұмыстар атқарылды аудан көлемінде? Биылғы ма, енді Жалпақталдың өзінде үлкен жобалар жүзеге асты. Арбат ашылды, Атамекен үлкен демалыс арбаты ашылды. Арғы бетінде содан мост жөнделді, соның арғы бетіне шыққанда тағы да тыным саябағы ашылды. Ойын алаңдары, стрит воркауттар, хоккейный корт салып берді Қараөзен ауылдық округында. Ондай жұмыстар өте көп бізде. Бұл енді халықтың тікелей пайдаланатын, күн сайын қолданатын сондай нысандар бар. Кешкілікте балдарымен, немерелермен шығып, ауа жұтып, судың жағасында демалып жүрулеріне болады. Ол барлық жерде бар бізде. 16 округтың орталықтарында, елді мекендерінде сондай кішкентай нәрсе, бір шағын осының көлеміндей бір ойын алаңын жасап берсе де, елді мекендерде сондай жұмыстарды жүзеге асырып жатыр. Ол енді бір адам жасап түсіп жатқан жұмыстар да бар, немесе түлектер болып жасап жатқан адамдар да бар, ондайларда. Сондай жұмыстарымыз. Сұхбатыңызға рахмет. Ауданда үлкен істер атқарылған екен. Ісіңізге сәттілік және қалған аудандарға, қалған аймақтарға үлгі, өнеге болсын дейміз. Жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Амандықпен көрісейік.